Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қорытындылы 95-ші сабақ. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі, балалар бағдарлардың түсі алуан түрлі. Сары, қызыл және көк. Балалардың айтқан барлық пікірлерін жалған болса, кімде қандай түсбағдар екендігін анықта. Менің түсбағдарым сары дейді. Дұрыс. Ал менің түсбағдарым көк дейді. Бұл қате. Қате. Енді менің түсбағдарым сары емес, бұл дұрыс. Келесі. Екінші тапсырманы орында дейді. Суретте барлық фигуралар тік төртбұрыш. Қалай ойлайсың, бұл сөзді айтқан кім, шыншыл ма, әлде өтірікші ме? Фигуралардың жиынға түсір. Диаграмманы дәптерлеріңе сал дейді. Бұны айтқан адам шыншыл адам, өйткені барлығы тіктөртбұрыш болады, ал тек қана ортасында біреуі бізде тіктөртбұрышқа жатпайды, өйткені қабырғалары тік емес, бірақ төртбұрыштың түріне жатады. Енді шаршыға мына көк жатады шаршыға, сосын мынау шаршы болады, мынау шаршы болады. Бұлар шаршы. Ал енді тіктөртбұрышқа мынау тіктөртбұрыш болады, ал мынау тіктөртбұрыш болады. Болды. Ал төртбұрыштарға мынау төртбұрыш болады, мынау төртбұрыш болады. Енді келесі. Көшіріп жаз, жалған, ж және ақиқат а пікірлерін анықта. Компьютер адамның көмекшісі. Адамның көмекшісі емес, бірақ көптеген біздің жұмысымызға қажетті нәрселерді осы компьютер атқарады. Бұл негізі жалған деп ала қойық. Келесі. 10 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Жалған. Құмырсқалар үйлеу ағаштың оңтүстік жағында орналасады. Жалған. Ағаштың солтүстік жағында мүк көп. Жалған. Бізде қазір математика сабағы емес. Жалған. Сендер 9-шы мектептің және 4-ші сынып оқушыларсыңдар дейді. Бұлар 4-ші сынып оқушысы, бірақ номер 9-шы мектептікі емес. Жалған. Ақпан қыс айы. Ақиқат. Күн батыстан шығады. Балалар, құмырсқа үйлеуі ағаштың оңтүстік жағында орналасады. Бұл ақиқат. Келесі, ағаштың солтүстік жағында мүк көп, бұл ақиқат екен. Сонда күн батыстан шығады, бұл жалған. Бұл жалған. Келесі, темірқазық жұлдызы үнемі солтүстіктен көрінеді. Егер оған қарап тұратын болсаң, алдыңғы жағын солтүстік болады. Жеті қарақшының шеткі жағы екі жұлдыз арқылы ойша сөз жүргізуге болады дейді. Енді оған осы жұлдыздардың арақашықтығына тең 5 кесіндіні қос. Сонда сен 5-ші кесіннің соңында темірқазық жұлдызы орналасады. Ақиқат және жалған пікірлерді құрастыр дейді. Бізде суретте жеті қарақшы белгіленген және солтүстіктен көрінеді деген рас. Және оған алдыңғы жағың солтүстіктен көрінсе, алдыңғы жағың шынымен солтүстік болады. Енді шеткі екі жұлдызы арқылы ойша сөз жүргізсең, ақиқат ойша сөз жүргізіп тұр мына жерде. Оған осы жұлдыздар арақашықтығына 5 кесінді шығады. 1, 2, 3, 4, 5. 5-тен көп сияқты, бұл жалған. Сонда 5-ші кесінде темірқазық жұлдызы орналасқан дейді. 5-ші кесінде емес, одан да көп кесіндіде темірқазық жұлдызы орналасқан. Келесі есептерді шығар дейді. 8602-ні 17-ге бөлсе, 8602-ні 17-ге бөлсе, бізде 506 деген жауап шығады. 506. Ал енді 84420-ны бөлсе, 14-ке бізде шығады жауабы 6030. Ал енді 8925-ті бөлсе 85-ке бізде шығады 105. Енді
973.920-ны бөлгенде 24-ке бізде шығады 40.580. Енді 947.700-ді 45-ке бөлген жағдайда бізде шығады 21.060. Енді 958.830-ді бөлген кезде 31-ге бізде шығады 30.930. Келесі 820.680-ді бөлген кезде 21-ге бізде 39.080 шығады. Келесі 867.720-ны бөлген кезде 42-ге бізде 20.660 шығады. 660. Келесі 681.850-ді бөлген кезде 65-ке бізде шығады 10.490. Келесі айнымалардың қандай мәндігінде теңдік дұрыс болады? Z-ке Z-ті қосса, неше Z болады? 2 Z болады, қате. S-ке S-ті көбейтсең, S шығады, қате. D-ні 0-ге көбейтсең, 0 болады, дұрыс. Болады, дұрыс. 1235-ті S-ке көбейтсең, S шығады, қате. 728-ті К-ға көбейтсең, К шығады, қате, дұрыс емес. 987.540-ті F-ке бөлсең, мысалы, F-тің орнында 1 болса, онда бұл дұрыс шығады деген сөз. N-ді 458-ге көбейтсең, 458 көбейту N болады. Бұл де отырамыз, көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіннің мәні өзгермейді деген дұрыс. 123.456-ны M-ге көбейтсең 0 болады дейді. Мысалы, M-нің орнында 0 болса, онда шынымен де 0 болады. Келесі 2 көбейту B тең B қосылған 4586. Мүмкін, шығуда мүмкін. Теңдеу болып шығалады. Келесі 4 қорапта белгілі бір аймақтың планы жатыр дейді. План деп отырамыз, жоспар. Олар қала, аудан, кент, ауыл дейді. Қала, аудан, кент, ауыл. Енді қораптың сыртында жазбалар дұрыс. Қораптардың әрқайсысында қандай план жатыр? Қалада емес, ауданда емес, кент немесе ауыл болады. Кент немесе ауыл. Сонда может кент болуы мүмкін. Кент тек. Аудан емес дейді. Аудан емес. Сонда қала немесе ауыл болуы мүмкін. Қала дейікші. Сонда кент емес, қалада емес, кент емес. Демек бұл ауыл. Кент емес, қала емес, ауыл емес, аудан. Б фигурасы дөңгелек емес дейді. Дұрыс. Б фигурасы тіктөртбұрыш дейді. Дұрыс. Жоқ, Б фигурасы шаршы. Так, Б фигурасы С фигурасынан кіші. Тең сияқты меніңше. Қате. Б фигурасы бесбұрыш. Қате. Осымен сабақ аяқталды, достар. Каналымызға тіркеліп, лайк басып кетейік.